Қазір бәрі ақылды. Бізге біздің өмірімізді қалай дұрыс сүруді үйреткісі келеді. Анда кіресің, өмірді осылай сүру керек, рахаттану керек, шабыттану керек. Мұнда қарайсың, минималист бол. Өмірдің мәні бай болу емес. Тағы бір жерде біз пендеміз, еш нәрсеге қызықпа. Саяхаттама, үй ал, күлме, сабырлы бол. Қазақтың қыздары мұндай болу керек. Жоқ, заман басқа. Не дұрыс? Шынымды айтсам, мен де білмеймін. Білерім, мен үшін дұрыс. Мен өзімді қалай шын мен сезінемін, қалай өзімді бақытты сезінемін, сол дұрыс. Олардың айтып жатқан өмірін негізі өздері сүру керек, мен емес. Және осындай кезде маған көмектесетіні тыныштықта отырып өзіммен тілдесу, өзімнің ойларыммен, қалауларыммен оңашада қалатын бір пространство. Және жақында өз оқырмандарыма арнап 1 айлық өзіммен жұмыс ұсындым. БД форматында өткізбекшімін. Эфирлер, аудио жазбалар, текстер, тоқтаусыз болып жатқан ситуациялардың шырмауынан өзіңді 1 айға тоқтатып өзіңмен қалу, түсіну. Кімсің, қалауың не, қайда бара жатырсың, тапқаның қайда кетіп жатыр, өміріңді қайта жоспарлау. Егер сен осындай бір орын іздеп жүрсең, бізге қосылу мына жерде.